Сәлеметсіздер ме достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздерге аяқтың сырқырап, қақсап ауруын үй жағдайында тез әрі оңай емдеу жолдарымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, сіздер үшін пайдалы болған болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге 2 литр ыстықтау су керек болады. Суды ыдысқа құямыз. 2 ас қасық кір сабын керек. Кір сабынды үккіштен өткіземіз. Ыдысымызға салып, жақсылап араластырамыз. Кір сабынның көпіршігі шыққанға дейін, ерігенге дейін жақсылап араластыруымыз керек. 1 ас қасық ас содасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Тағы да 1 ас қасық тұз. Теңіз тұзы болса, тіпті жақсы. Барлығын қосып араластырамыз. Сосын 10 тамшы йод керек болады. Йодымыз шамамен 1 шай қасық болады. Толтырмайсыз құясыздар. Барлығын салып, жақсылап араластырып, аяғыңызды осы суға 10-15 минут бойы салып отырасыз. Бұл әдісті 1 аптада 3 рет қолдансаңыз, нәтижесі тез болады. Аяқтарыңыздың сырқырап, қақсап ауырғанын, тамыр тартуынан, тіпті аяқтағы жағымсыз иістерден арыласыз. 15 минуттан соң аяғыңызды судан алып, жақсылап кептіріп, аяғыңызға шұлық киіп жатуыңыз керек. Бұл әдісті ұйқыға жатардан 20 минут алдын жасасаңыз тиімдірек болады. Достар, бұл әдістен пайдаланып көріңіздер. Сіздерге пайдасы тиеді деген үміттемін. Каналыма жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.